Адам қызғаныштан тез қартаяды. Реніштен ауру пайда болады. Ашушан жүдегіш келеді. Адамды тәрбиелейтін қаталдық емес, мейірім. Ұйықтар алдында бәрін кешіріп, таза жүрекпен ұйықтаңыз. Әр қиындықта жеңілдіктер, әр көз жасында қуаныш, әр сабырлықта абырой жасырылған. Бақыт жарыңыздың адалдығы, бала-шағаның амандығы, отбасының татулығы. Адам басына бақыт қонғанын білмейді, ұшқанын біледі. Ашу ақылсыздықпен басталып, өкінішпен аяқталады. Өзгенің қателігін сынаған, өзіндікін байқамайды. Бәрін түсіндіруге болады, бірақ бәріне емес. Сізге өсек айтатын адам, сіз туралы да өсек айтады. Ақылды адам біреудің кем-кетігін өзі түзеп жүреді. Ақмақтар біреудің кем-кетігін жіпке тізіп жүреді. Біреулер уақытты жеткізе алмайды, біреулер уақытты өткізе алмайды. Сараң алғаннан жомарт бергеніне қуанады. Сөйлей беретіндер көп, сөйлей білетіндер аз. Ақшасы жоқ адам кедей емес, арманы мен мақсаты жоқ адам кедей. Жақсылықты жақсы адам ғана бағалай біледі. Бірінші болып кешірім сұрау әлсіздікті білдірмейді. Егер жақсы өмір сүргің келсе, жақсы адамдарды ізде. Ал жақсы адам тапқың келсе, жақсы сөйлеп, жақсылық жаса. Басқалардың бақытына қуанып жүретін адам бір күні өзі де бақытқа жетеді. Біреу тірі жүрсе де жоқ сияқты, біреу өліп қалса да бар сияқты. Өмірдегі 7 керемет: көру, есту, сезу, сөйлеу, ойлау, қуану және сүю. Жаман жағыңды іздеген адам жақсы жақтарыңды көре алмайды. Адамның көңіліне қарап сөйлеу адамгершілік белгісі. Айтылғанша сөзге сіз қожайынсыз, айтылған соң сөз сізге қожайын. Кешірімді екен деп ренжіте беруге болмайды. Білімділіктің ең басты факторы туған тіліңде сөйлеу мен оны сыйлаудан басталады. Халықтың тіліне қиянат жасау, оның жүрегін жаралау. Біреудің өткен өміріне күлмеңіз, сіз әлі өз болашағыңызды білмейсіз. Өмір қимылды талап етеді. Ұқыптының уақыты мол. Өмірдің мәні неде? Айналаңа қызмет етіп, көмек көрсету. Ынсап, ұят, ар-намыс, сабыр, талап, бұларды керек қылмас ешкім қалап. Терең ой, терең ғылым, іздемейді өтірік пен өсекті жүндей сабап. Адал еңбекпен мал іздемек, ол арлы адамның ісі. Ақыл қайрат, жүректі бірдей ұста,
сонда толық боларсың елден бөлек. Ынсап, ұят, терең ой, асыл зейнет біліп қой. Адам баласының ең жаманы талапсызы. Балам деген жұрт болмаса, жұртым деген бала қайдан болсын. Балаларға көп үйретем деп, асығып шала шарпы үйретуден гөрі аз болса да нақтылап нық үйреткен абзал. Адал еңбек, терең білім, жеткізер биік мұратқа. Адам кез келген жұмысқа жарамды бола бермейді. Жұмысты неғұрлым жетік және жақсы атқарса, білгір және шебер болып шығады. Байлық қанағат пен еңбекте. Еңбекті жан тәніңмен сүймейінше, ешбір талант та, ешбір кәмеңгер де шықпайды. Бас аман болса, бөрік табылады. Жігіттің дені сау болса, сол дәулет. Денсаулық зор байлық. Өмір бар, мәні жоқ, адамдар бар, құны жоқ. Достар бар, адалы жоқ, ақша бар, махаббат жоқ. Кешірімді болу, кек сақтамау, сөйлесе білу, әділ болу, ізеттілік. Рұқсат сұрау, кешікпеу, амандасу, өсек айтпау, уәдеде тұру, имандылық, мейірімділік. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей. Қайран тіл, қайран сөз, наданға қадірсіз. Кімнің ұяты жоқ болса, соның иманы жоқ. Қайтып келер есікті, қатты жаппа, жарқынау. Жақсылық ұзақ тұрмады, жамандық әркез тозбады. Үш нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек.